Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз поликлиникаға шығып бара жатырмық. Абзалдың тісі ауырып 2 күннен бері. Соны жұлдыратын болса жұлдырып, емдейтін емдеп қайтамыз. Күн ыстық, обед болды уж. Ертерек барып келмесек. Абзал, қорқып келе жатсың ба? Шынымды айтсай? Қорқып жатсың ба? Қорқпа. Ауырмайды да ғой. Укол салдыратын болса, вообще білмейді. Қазір анау былтыр емдеткенбіз ғой. Өзінің тісі шығып қалыпты. Солының өзі құрттап кеткен ғой. Соны емдетсек 50-50 деген тұғын. Ой, сол енді қайтадан биыл ауырып жатыр екен. Соны жарамайды ау деп бүгін жұлдыра салмасақ, әйтпесе күніге кешке қарай тісім деп. Тағы бір қасында бір тісі бар. Онысын көреміз енді. Емделсе, емдеп береді, емделмесе, онда жұлдырып тастайтын шығар. Қазір барлық кішкентайлардың тістерін бәрі жарамайтын болып кеткен ғой. Бәрі сол қазіргі жеп жатқан тамақтарынан ба. Әйтеуір өспей жатып құрттап тістерін бәрі жарамай қалады. Мынаны қарасаңыздар, достар, не істеген қыздар жыртқан ғой. Соны скотчтап қояқ десек, жартысын таппай жатыр енді. Соны қазір банкке апарып өткізем. Беретін шығар, банктегі. Біз отырмыз тағы такси күтіп. Осыға кеп мінбесек таксиге үй жоқтан шықпайды ғой, Құдай-ай. 20 минут жүріп келеміз бе, қайшын. Көрші машина. 20 минутта кек қалмайды, магазинге жарты сағатта барсам. Жарты сағатта болмайды. Екі жарым сағатта. Қойш. 1 минутта. Үйден осы жерге үшін 20 минут болды. 20 минут. Сәл балапан екеуміз. Сал үшеуміз шықтық дейді. Куда уберись, аған? Ауыстырып алдық. Ақшамызда. Тегінге. Ауыстырып береді екен ғой. Тегінге. Жыртып қысы. 3-ші кассада. Кетті енді поликлиникаға. Жоқ, ақшамен. Газельге міндік. Ағай, сәшікте бар. Ой, тісін жұлдырдық. Масқара. Емдетуге болмайды деп. Дәу түс екен, брат алға. Бөлініп. Енді жылап отыр. Укол салдыртпайын деп бір жылады. Болды жыламай енді. Укол салдырып жоп тастадық. Зато енді ауырмайтын болады да.